Ақтөбе облысында 1 триллион теңгенің бірнеше жобасы жүзеге асырылатын болады. Бұл жайында өңір әкімі Ералы Тоғжанов елордада өткен брифингте айтты. Өңірдің ірі инвесторы ERG компаниясы Дөң тау-кен байыту комбинатында жиналған шламдарды қайта өңдеу, утилизациялық жарату станциясы, медицина саласын дамыту сияқты аймақ үшін маңызды жобаларды жүзеге асырмақ. Сондай-ақ әкім 7,3 мыңнан астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік беретін 16 жоба іске асатынын айтқан еді. Ақтөбе облысындағы автожол мәселесі, газ тарту, сапалы сумен қамту, ауыл шаруашылық саласындағы кәсіпкерлікті дамыту, мектептер салу, ауылдың әл-ахуалын көтеру мәселелеріне қатысты да жобалар жүзеге асатынын мәлімдеді. Жылдағыдай облыстардың және мегаполис қалалардың әкімдерінің дәстүрлі брифингі бастап алды. Алғашқы болып бұл үрдісті Ақтөбе облысының әкімі Ералы Тоғжанов бастады. Астанаға ат басын тіреген әкім өңірдің әлеуметтік экономикалық даму барысын баяндады. Тоғжанов өңірдің ірі инвесторы ERG компаниясының қатысуымен 1,1 триллион теңгенің жобалары жүзеге асатынын айтты. Дөң тау-кен байыту комбинатында жиналған шламдарды қайта өңдеу, утилизациялық жарату станциясын салу, медицина саласын дамыту сияқты тағы басқа да аймақ үшін маңызды жобалар жүзеге аспақ. Ағымдағы жылдың 4 айында Ақтөбе облысында тұрақты макроэкономикалық жағдай сақталды. Орташа айлық жалақысы 291 мың теңгеге жетіпті. 2020-25 жылдар аралығында 7,3 мыңнан астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік беретін 2,8 триллион теңге, яғни 16 маңызды жоба іске аспақ. Биылғы жылы 50,5 миллиард теңгеге 848 шақырым жергілікті маңызы бар автожолдар жөнделіп салынады. Осылайша жергілікті маңызы бар жолдардың үлесі 78% құрайтын болады, дейді әкім. Сондай-ақ 1960-70 жылдар салынған шамамен 30 жыл бойы жөндеу көрмеген 260 шақырымды құрайтын және ауыл тұрғындар үшін бір ерекше мәселенің бірі бұл Қандыағаш-Шалқар автожолы. Мен Шалқарға барғанда ағаларым айтқан сол. Бір-екі мәселені қойымыз келеді, қалған өзімізде қарастырамыз деп. Соның бірі осы Шалқар мен Қандыағаштың жолын шешіп беруін сұрағым болатын. Сондықтан бұл жолда қазір 30 шақырым биыл бастайтын боламыз. Өңірде қолға алынып жатқан жобалардың бірі италиялық технология негізінде қой жүнінен жылу сақтайтын материал өндіретін зауыт салынбақ. Осы мәселені шешуге байланысты біздер италиялық компаниямен бүгін жылу сақтайтын материалдар өндірісі заводын салуды жоспарлап отырмыз. Осы жылдың ортасынан кейін ауылдағы жүндердің 2000-ға шейін тоннаны жинауға жоспарлап отырмыз. Оны ауылда тұратын азаматтардың бәрі бүгінде жақсы біледі. Жобаның осы жылдың аяғына шейін салуды қазір жоспарлап отырмыз. Облыста әлі күнге дейін газға қол жеткізе алмай отырған ауылдарда жоқ емес. Әкім Тоғжановтың айтуынша 60 ауылға газ тарту үшін қомақты қаржы қажет. Қазір 60 ауылды толықтай шешу үшін 60 миллиардтай ақша керек. Ол аз ақша емес. Сондықтан біз оны қазір шешуін, қазір 12 ауылды биыл шешуді осы 60-ның ішінде уже шешімін қазір шығарып отырмыз. Оны биыл шешеміз. Қалған ауылдарды 27 жылға шейін енді мынау поэтапын дейміз ғой, сондай деңгейде қалғандарды шешетін боламыз. Сондай-ақ Ақтөбе қаласында жылына 1,6 миллиард текше метрді құрайтын газ дефициті орын алып отыр. Тоғжановтың айтуынша қыс мезгілінде қолданыстағы магистральдің газ жүктемесі 175%-ға дейін жетеді. Бұл мәселені шешу үшін 43,4 миллиард теңгені құрайтын Бұхара-Орал газ құбырының 3-ші желісінің құрылысы бастау алды. Осы жылы мемлекеттік бюджеттен бұған 11,1 миллиард теңге бөлінді. Халықтың әл-ауқатын көтеріп, шағын бизнесті дамыту үшін Ақтөбе облысында 2,5% жеңілдікпен несиелеу бағыты бойынша жалпы сомасы 3 миллиард теңгеге 776 отбасының жобалары мақұлданып, 3 мыңнан астам адам қамтылған. Сонымен қатар қаржылық несиемен бірге 6 мың бас малды тауарлық несие ретінде беріп бастады. Тауарлық несие алғандар оны төл есебінен өтейді. Бүгінгі таңда осында 249 отбасына 3 мыңнан астам мал берілді, дейді облыс әкімі Ералы Тоғжанов. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанада.